Баршаңызға қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен бірге сливочный соуста жасалатын спагетти дайындаймыз. Ең алдымен осылай суымызды қайнатып алып, тұзымызды қосып, спагеттиларымызды пісіріп аламыз. Кішкене спагеттиларымызды салғаннан кейін осылай араластырып тұрамыз, яғни бір-біріне жабысып қалмас үшін. Одан кейін барып осындай қатты сырымызды немесе қандай сырларыңыз бар, сол сырларыңызды теркадан өткізіп аласыздар. Егер де сырды қатты жақсы көретін болсаңыздар, молынан қоссаңыздар болады. Сырларымызды теркадан өткізіп болдық. Енді қызып тұрған табаға, яғни тұшыған майымызды, сары майымызды саламыз. Тұшыған сары майларыңыз болмаса, кәдімгі сары майды салып, осылай қыздырып алсаңыздар болады. Ертіп, одан кейін барып, осы сары майымыздың үстіне, яғни мен президенттің сливкинен қостым. Яғни жирность, яғни майлылығы 23% сливкидан қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша сливкисті қоса берсеңіз болады. Бұл спагеттиді арнайы не жоқ, қалаған неңізбен жасай бересіз. Мысалы, өзіңіздің қалауыңызша 2 қасық сары май қоссаңыз да болады. Сливкитті өзіңіздің қалауыңыз бойынша сала бересіз. Сондықтан бұл өте оңай, тез дайындалатын тамақ. Енді осы сливкаларымызды құйып болғаннан кейін барып, кішкене қайнағанша, бұрқ етіп қайнағанша күте тұрамыз. Одан кейін барып, бағанағы спагеттиларымызды сүзіп алып, тікелей осының ішіне сала берсеңіздер болады. Міне біздің сливкиміз бұрқ етіп шығып жатыр. Енді мен осы спагеттиді сүзіп алып, осы сливкинің үстіне салып, жақсылап араластырамын. Егер сіз осындай сливочный тамақтарды жақсы көрсеңіз, осылай дайындап жесеңіз болады. Яғни уақытыңыз жоқ кезде таптырмайтын рецепт. Сливкиміз бен спагеттимізді араластырып болғаннан кейін барып, үстіне осылай сырымызды салып, жақсылап араластырамыз, яғни сырымыз ерігенше. Болды, енді біздің тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де сұйықтау қылып жасайтын болсаңыздар, онда сливкин молынан қосасыздар, немесе спагеттин аз қылып жасай бересіздер. Яғни бұны өзіңіздің қалауыңызша жасалынатын тамақ. Қалай қоссаңыз да дәмі өте керемет шығады. Менің каналыма жазылып, осы видеомның астына лайк басып кетіңіздер. Алда әлі керемет рецепттер болады.